Al endi Құдалыққа biz keldik. Yo-maya, bizning sostав. Oğlum da geldi men. Pap, серьезный Құда болыңыз, ya? Bugün Құдасыз, pap. Серьезный болыңыз bugün. Күлме. Bugün Құдалыққа biz geldik жігіт жаққа. Жоқ, мен жүрегіме тағым. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Серьезный болыңыз, пап. До конца серьезный болыңыз. Қыз беріп жатырмыз, құтырып билемеңдер, ағыр. Бұл шашын май ма? Лак па? Мен айтамын, әр адам бақытты болуға лайықты. Сондықтан кез келген ер болсын, әйел болсын бақытты болуға лайықты. Қойшының аяғынан келіннің аяғынан дейді ғой. Ботамның аяғы жеңіл болған сияқты, келесі қыз метр жеңіл болды. Бана ішті ғой, сол. Ол құрсу ғой, халал ғой. Келдір, адушинан. Мен қайса қатты қылатсың ғой? Жете ма, жетпей ма? Жетеді, конечно, смею. Жаңа таға неше айлық? Қарын кет қапты. Бізді мама арықтап қалған ғой, дейм, байға тейбет, сразу арықтап кетті ғой. Мен толып кеттім. Бота маған тұрмысқа шыққалы 10 килограмм қосқан ғой, ойландаршы. Жақсы ғой ол. Мына жақта той болып жатса. Ютубтағы видео 30 000 лайк жинады. Қайда барасыңдар? Кешегі ютубтағы видео 30 000 просмотр жинапты. Қайда барасыңдар? Ауылға жіберейік сендер. Қайда барасыңдар? Дубайға барасыздар ма? Ешқайда бармаймыз, Қазақстанда боламыз. Бармайсыз ғой, я? A few moments later. Дубай. Красавчик, мам. Так держать. Кетіп баратсыз ба? Сізге де 100 000 подписчик болып қойған шығар уже. Рахмет. Атпақ құдағиым тойына қалай келмейсің? Рахмет құдағым, сыйлап келгеніңізге рахмет. Қолқасы жоқ. Досым, Досым. абрикосым, кокосым. Мынау мощный состав болып тұр енді, ё-моё. Все, пап, жолыңыз болсын ал. Аман есен жетіп алыңыз. 100 000 болғанда айтасыз ғой. Мыналар? Айтыңдаршы. Да, кірсеңізші. Айтыңдаршы. Не? Ой! Рахмет. Не мынау? Көрсейші. Başladık. Vau. Ne? Alqama ya? Қазір көресің ғой не екен. Енді қара ең қызығын. Ал. Жоқ, бұлай алсай. Ал. Тарт. Тістеп алмай ма? Не ма? Тістеп ма? Ракушка ғой? Жейтін ба? Жоқ ой. Расында анандай жемчуг па? Иә. Сол бүйтіп шешіп аласың несін. Ішіне саласың. Таза күміс қойшы. Кетші. Таза күміс. Емес. Салфеткасы екен. Анау қарлашын айқаны. Вай. Мен әйелім қалама, мә жан? Не қыл дейді? Аяқтан аружан жоқ деймін. Аружан дейді. Ау. Жаңа жылға беруге подарка жынды екен, я бір. Несі қамқышты, я прям. Ма ботанка басқаша екен. Ма ботанка сәл крупныйлау екен. Қанша тұрады бұл жын? Қайтесін? Упаковкасы бар күшті, е? Тәлікесі бәрі жақсы екен. Тәлік. Ну, тәлікесі ғой енді. Наса болды. Жаңа таға ғой, алай қалайық деп. Ну, нағыз подаркаға беретін нәрсе екен. Жібі біреуін Тілеужан беріп тұр ғой Аружанға. Апаға да біреуін алып қойдың. Көп жаса, жұмысының жемісін көр, балам, рахмет. Не естеш? Өмірлі шүбірлі бол. Ой, бай.
Амин, амин, амин. Тұр. Пештен несі қабыл болады білесің ба? Сен періштеңдің қатысы. Сен періштеңдің қатысы жоқ, а? Нәрестесің ғой сен әлі. Нәрестемін ғой, сәби. Ойбо, бөлек шығып кеткенсіңдер ма не? Байыңыз қайда? Жұмысқа кеткен. Қысылып тұр. Мә, мен түр болмай кеткен ғой, не кеткен тұрмын. Маманың жана үйіне келдік. Әзірше үйіміз осы. Кетіп жатыр екеумізге. Мама өзгеріп кеткен ба, тура? Өзгеріппін бе? Келіндер сияқтысың. Маманың шайын ішейік. Келін шайға қанша беріп жатыр? Бермейді ғой. Маған беріңіз, мүсіге берем. Маған бесін ба? Бірінші келін шайы. Ой, ба? Рахмет. Тиындармен бірге ба? Қалтамда барын беріп отыр. Тағы да бір кесе ішесің бұнда. Сағат 8-де блог шығады ғой. Е? Құдалық шығады 8-де. Көресіңдер. Мен қалбаша бұз қалдым ба? Маған комментарий жазады деймін, Ильяна эфирде отырамын ғой енді. Ішім пысады кей кезде енді анда-санда кіремін осы бірдеме істеп жатқанмын. Сонда айтады ғой, көзінен мұң көріп тұрмын. Көзінде бір мұң бар сенің деп жазады ғой маған. Немене әбіршіп кеткенсің дейді маған дейді. Күйеуге тиемін дейді. Немене әбіршіп кетпейсің, күлмейсің, настроениең жоқ дейді. Мама екеуміз жатып алып влогты көріп жатыр құдалықтағы. Мама өзін танымай жатыр ғой. Мен мұнандай сұлу екенімді білген жоқпын. Анан қара. Ё-май, ана жерім. Рас айтам бұтым. Керемет, рахмет бұтым. Көп жаса. Мына деген бар ғой, ертең күшті естелік қой, еше қандай әдемі, качество қандай әдемі. Ойбай, сызылып тұрмын ғой, құрсын. Майысып қоям ғой еше. Бүгін маманың үйіне келдік. Зарлем мама, как всегда. Мына жерде Аржан жүр. Не киіп алғансың да? Не болып шығады оны? Вафли болып шығады. Да, оны күліп аған. Бүгін арқы маманың үйінде пақайыт. Ма қараш кәне? Сәлем салшы кәне? Жақында сәлем салыңыз кәне? Ойбай. Дұрсын как раз? Ойбай. Кредит алыш, құдыға. Несі мама? Аружан, соған бұл тұрғызып атсың ба дейм? Сальтос еткіземін оның одан. Кейін мұншылы нормально бәрі. Қарнасы емес бе? Басына шығат көбей бәрін не жүрі орамал тағыпты өзі. Біз бота екеуміз кімді күтіп алуға бара жатырмыз. Мына жерде қазір басқа адам отырады, переходпен. Жетіп алайық. Я Тони Старк, и я тебя не боюсь. Я знаю, ты трус. Ассаламу алейкум. Біз сразу жолға шығып бара жатырмыз. Не үшін де ойлайсыңдар? Біз құда болып бара жатырмыз тойға. Маманың. Бір сасып тұр бір тряпканың несі ма? Осып қойған жоқ соп болып. Аман ертең келдің. Аман есен. Қалай забы? Мама қайда? Мен мамам қайда? Мен мамам осы жүретін еді ғой. Осы кухняда жүгіріп. Берен қалдыңыз ба? Неге? Динара жоқ, рахаты. Мамамен киім қайда? Машайшик дейтін едік қой. Ма бүгін не пісірдіңіз деп сұрайтын едім ғой. Мынау менің 11 жасар ұлым. Апа ұқсап жатқаным ше. Мен қайнатамда өнер барысына қатысам деп отыр міне осы орайда. Қатысам десем, не етеді ғой бәрі. Ойбай, қатыспаймыз дейді ғой мен. Пап, сіз неге қатыспайсыз? Мен күреске қатыспағам ғой, менде бокс қой. Ана жерде жартысы күрес алмайды. Жо, мен ұрып жіберуім мүмкін де күресші. Шатысып ше. Бүгін кешке ютубқа құдалық шығады. Мамамызды алдында қалай ұзаттық, сол бүгін ютубқа шығады кешке, көресіңдер. Біз ертең құда болып бара жатырмыз. Құда болып барамыз, ертең бұйыртса жігіт жақта құдалыққа барамыз. Не дейміз, жастар бақытты болсын. Сағындыңыз ба маманы? Сағындым. Вообще ма? Апа, сіз алда жатқан кезде мама босағада тұрып, мамен қызармен жүріп қайтесіз деп сұранушы еді ғой апа. Біздің мама 42 жаста болса да, бір жерге шықса ападан сұранып шығатын. Тәрбие деген осындай ғой, тәрбие. Құда, телефон тастаңыз, отырыңыз. Бір жұма бұрын осы жерде ботаның мамасы отқан. Кешке плов жейміз ағайын. Бас бәрі май-май болып кетіпті. Аш.
Аж. Участковый открывайте. Апа, біз ғой? Біз. İslam açmışsın. Şaş gittin baba. Canım sağ ol. Nasılsın yapı? Sepçika. Мынаны шешіп тастаңыз. Сепчика ғой апа, современный. Рас па? Иә апа. Ракушка. Мынаны апа, мынаны шайға қосып ішсеңіз, сосын ериді да ішінен жемшік шығады. Міне апа, мынандай қасық болады өзі. Ішінен балық шығып емес апа. Міне қараңыз апа. Қараңыз. Қараңыз да. Оны аласыз да міне. Мынау таза күміс апа. Өтірік бижутерияңда емес. Мына бүйтіп ашылады міне. Ішіне саласыз, сосын чабасыз. Міне апа. Кәрі кемпірге тағуға болмайтын шығар. Кім айтты ондай закон жоқ қой апа? Сіз жассыз ғой. Кетті. Апа, қалай кетті мынау? Ботанкін көрдіңіз бе апа? Болды апа, шешпеңіз иә? Ұят шығар. Неме ұят? Кәрі кемпір тағуға. Ой. Ұят емес апа. Мына ішінде влажный салфеткасы, мынау открыткасы. Енді мында дым жазған жоқпыз. Рахмет. Ұнады ма? Көп жаса. Бақытты бол. Жұмысың жемісті болсын ботам. Биік белестерден көріне бер. Осындай үлкен кісілердің жақсы тілектерін алсаңыздар, әрқашан жұмыстарыңыз жүріп, жолдарыңыз ашылады жігіттер, қыздар. Жас болып кеттіңіз апа, көрдіңіз бе? 30 жылға жасардыңыз. Замокқа сай болып тұр ғой. Ішіңіз пісіп жатқан жоқ па? Апа, мынау неме істеп тастаңыз, скотч тап. Технология. Көрсетпей жатқан. Не істеді апа? Бәрекелді. Апалардың қолдары жұмсақ болады. Апа, сіз зато жақсы естисіз. Ай, құлағым естімей барады. Қойыңыз. Естімей бар, дәл бұрынғыдай емес қалғыр. Ал ботаң күн осы естімей. Бізде бота ақырын сөйлейді ғой. Бірақ көзіңіз жақсы көреді, Аллаға шүкір. Мына жерден оқыңызшы, не жазылып тұр. Дары море. Жақсы ғой. Сол апамның әбетте пісірген картошкасы, кешегі тойдан әкелген торт. Басқа жақта жүрген кезде мен вообще шай ішпеймін ғой. Бірақ үйге келсем обязательно шай ішемін. Ауылдамыз. Жер қазуға келдік. Сағат 21:58. Қазір түнмен съемка болады ауылда. Міне съемканың басты актері. Сіздің қараңдар. Жүрейін нахуй. Короче, четкий видео шығады алашысы. Көресіздер. Күресесің ба? Істегесің бауыр. Күресесің ба? Жоқ, сен өнер барсын дайындал. Қазір бір жерін дауын болды. Мына бір BP500-мен келіп Lexus өзі. Мына BP570 менікі. Қызық болсын неме істеп жатқанымыз. Не үшін съемка істеп жатқанымыз. Қандай съемка шығатыны қызық болсын. Интрига ма? Иә. Мыналарға жер қазады. Не қойсын, не ағыл. Жоқ, енді жерді қандай мақсатта қазып жатқанда. Астана қаласына примерно 250 километр жердегі ауылдамыз. Осындай орманды алқап. Не күлесің сен бадырайып. Не істеп? Мына аппаратураны қараңдар. Полный камера. Примерно бір 10 миллионның дүниесі тұр ғой мына жерде. Мына жақ кәдімгідей қар. Негіз көп жерде қазір қар жоқ. В общем, түр бәрі қазір осындай. Ботаның түрі мынандай. Мына жақта осындай обстановка. Жақында өнер барысы болады. Соған шығам. Бірақ бір вопрос болып тұр. Сапельник таппай жатырмыз, короче. Менімен ешкім шықпай жатыр. Енді адамдарға өнер барысына шығасың ба деген кезде шығам деп болады да. Қарсыласым кім болады екен деген кезде Дәулет десе, ой бай, жоқ шықпаймын, ол мен қадап жүру мүмкін деп. Короче, бәрі отказ болып жатыр. Құрметті ағайын, құрметті жігіттер, қыздар, мен өзіме өнер барысына саперник тапқан сияқтымын. Осындай адамдар керек маған. Дәулет деген ағамыз екен, боец, актер. Аға, егер осы видеоны көріп отырсаңыз, мен дайынмын сізбен күресуге. Мен сізбен күресуден қорықпаймын, бірақ жақсылап дайындалыңыз. Осыған дейін сізбен күресуден кім қашқанын білмеймін, бірақ өз басым сізден қашпайды екен. Күресейік. Өнер барысын ұйымдастырып жатқан ағалар, маған осы кісіні қарсылас қылып беріңіздер. Көрейік ал енді сізден не үшін барлығы күресуге қорқады екен. Мен дайынмын. Жігіттер, қыздар көбісі мықты, ол кісі саған шанс жоқ деп жатыр. Мен Дәулет ағамызды әлсіз деп айтқан жоқпын. Маған как раз сондай бір мықты адам керек. Екіншіден, бұл жерде төбелес болмайды, бұл жерде күрес болады. Қазақша күрестен күресеміз. Үшіншіден, бізде бір кітапханадан шыққан жоқпыз. Алла қаласа, қолдан келгенше намысты бермейміз ғой. До конца күресеміз.
бұл кісі соперник таппай жатыр екен, бәрі отказ беріп жатыр екен. Сосын мен шығам деп шештім. Маған мүлде спорттан хабары жоқ, күрес алмайтын адаммен күрескенше, осындай бір спортта жүрген бір адаммен күрескен намного қызығырақ, сәл тем болады да. Ал салмақ жағына келетін болсақ, ол кісінің әрине салмағы менен көп, бірақ мен үшін ол қатты рөл ойнамайды деп ойлаймын. Бұйыртса көреміз. Такан салы біздік. Ал жігіттер, осы жолы өнер барысында өзімнің бағымды сынайын деп жатырмын. Өзіме өнер адамдардың арасынан соперник іздеймін. Спорттан хабар болса, жақсы. Күш сынасып, сәл әдемі күрес көрсету үшін. Осы уақытқа дейін қаншама жыл мен өнер барысына қатысқым келді. Бірақ осы жылы бұйырып тұр екен. Бұйыртса 24 желтоқсан Астана қаласында Билайн аренада қазақша күрестен өнер барысы өтетін болады. Сосын маған лақап керек. Бір әдемі, бір идеяларымды комментарияға жазып кетіңіздер. Кім бар күресетін медийный адамдардан? Мен енді күрестен қатты хабарым жоқ. Бірақ барынша сендерге әдемі күрес көрсетуге тырысам. 5 жылдан асып кетті мен спортты түбегейлі тастап кеткеніме. Қазір енді анда-санда былай-былай форма сақтау үшін айналсам. Короче, барлық блогерлар өлең жазып жатыр екен. Мен де бір рэп жаздым. Тыңдап көріңдер. Бұл четкий клип түсіру керек маған. Мына жерін қараңдар. Солтүстік өнерім жоқ болсын, уайымың топ болсын, көңілің бауырым тәуірім, кім оу, бауырым тәуірім, естіп тұрсаң мені, әгәрі кейме сенің фаворитіңнің, қопарып алғым битімді, яки бұл креативно, без негатива, иногда кәсіп